Ассалаумағалейкум. Міне осыдан 2 жыл алдын егілген қарағай ағашы ғой. Осы бойы 1 метрдей болған. Қазір түсірем сені жаным. Осы бойы 1 метрдей болған. Қазір осындай жағдайда міне қалың болып өсіп тұр. Міне осындай кішкентай алып келдік. Мына туя ғой кенжіне. Анау мынандай болды. Мынаның бойы қазір үлкен болды уж. Мынаның бойы мынандай болды. Сасына жылдам өседі. 2 жылда міне мынандай болып отырғызылды. Қазір мындай жағдайда. Жалпы кішкентай алып отырғызған жақсы. Себебі жерге сіңуі, жерге үйренуі жақсы болады. Егер үлкендей алып келсеңіздер, бұл да адам сияқты ғой. Жас балдарды, кішкентай балдарды үйрету оңай болады ғой. Үлкен адамды бір жерге үйрету қиын. Солай міне осындай әдемі болып қалың болып өсіп тұрады. Витамин бәрін өзім салып кетемін. Толық егіп, витамин салып, топырағын қарап, жалпы реттеп кетеміз. Осындай әдемі болып тұрады. Енді қарағай жақсы. Сосын туядан книжный жақсы. Книжный деген мынандай. Және простой туялар бар. Олар да болады. Бірақ олар кішкене жыңғыл ақсап келеді түрлер. Мына книжный туялар әдемі болады. Қазір осы көктем, күзден бастап жалпы осындай қарайып шығады. Неге қарай? Уже көктемге қарай ертең жап-жасы болады. Ертең Алла қаласа осы күн жылып бастаған кезде олар өзінің түрін қайтадан қалпына келеді, жап-жасы болып.